кешкі асқа ерекше сочный манты дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге керекті тұз, салқын су және ұн. Осылай тестаны дайындап аламыз. Начинкаға бізге фарш, капуста және пияз керек болады. Капустаны қосып дайындап көріңіз, ол өте ерекше сочный болып піседі. Осылай пияз бен капуста майда етіп турап аламыз біз. Өз қалауыңызша дәмдеуіштер салсаңыз болады. Мен дәмдеуішпен май салып шектелдім, себебі менде фарш тұздалған, сол себепті тұз салмаймыз. Осылай әдемі етіп кәдімгі мантыны түйіп алдым. Осылай мантоваркаға ортасын ашық-ашық етіп салып, 30 минутқа отқа қоямыз. Мантының бетіне салатын осы подливка мен пияз, томатная паста және су қолданып, осылай өте әдемі подлив дайындап алдым. Бұның да дәмі ерекше болып пісті. Осылай қою түсті болып. 30 минутта мантымыз дайын болды. Осылай әдемі етіп салып алып, дастарханға ұсынайық. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді шықты. Ас болсын.